Киімді модельдеу курсы өте ауқымды курс деп айтуға болады. Бұл жерде қарапайым өлшем алудан бастап, базовый лекаланы сызумен қатар, осы базовый лекаладан пальтоның түр-түрін, көйлектің түр-түрін, сарафан пішу түрлерін үйренетін боласыздар. Сонымен қатар шалбардың да түр-түрін пішіп үйренесіздер. Тек қана осы бір базамен қаншама киімді пішіп шығаруға болатынын білесіз бе? Білмейтін болсаңыз, соның барлығы осы курста толығымен айтылатын болады. Және жағаның әртүрлі түрлері үйретеді. Яғни бұл курста қарапайым жағаның өзінің 15 түрі үйретіледі. Бұдан бөлек бонус ретінде сіздерге сабақтың соңында қалай матаны экономдап пішуге болады және астарды қалай пішуге болатындығы туралы бонус сабақ сіздерге берілетін болады. Киімді модельдеу курсында қарап тұрсаңыз, барлығы 1-4 масштабта жасалынған. Міне, мұнда қарасаңыз, қаншама детальдар барлығы да 1-4 масштабта жасалынған. Курс барысында осыны қалай 1-1 масштабта жасауға болатындығы туралы да толығымен айтылады. Киімді модельдеу курсында осы масштабный линейкамен толығымен жұмыс жасаймыз, ал оны қалай үлкен парақта, яғни өз размерімізде жұмыс жасауға болатындығы туралы толық үйренесіздер. Алғашқы сабақта өлшем алып үйренесіздер, киімді толығымен пішіп, яғни осындай база сызып үйреніп, одан өздеріңізге макет дайындайсыздар. Макет деп отырғанымыз осы қарапайым киімнің арзан матадан тігілген өзіңіздің денеңізге қонымды тұратын формасы. Осы макетті түрлі етіп модельдеуді ары қарай сабағымызда жалғастыратын боламыз. Егер де киімді пішіп тігуден қиналатын болсаңыз, пішудің қыр-сырын толығымен үйренгіңіз келетін болса, және де әртүрлі лекалаларды жан-жақтан сатып алып, ақшаңызды шығындап жүрген болатын болсаңыз, онда мен сізді дәл осы курсқа шақырамын. Себебі бұл жерде өте ауқымды, көріп отырғандарыңыздай барлық техникалар толығымен қамтылған. Бір курсты аяқтап шығып, сіз керемет пішуші маман бола аласыз. Ең бастысы үйренем деген ниетіңіз және күнделікті берілген тапсырманы уақытында орындап отырсаңыз жеткілікті. Киімді модельдеу курсы негізінен тігуді білетін ханымдарға арналады. Сол себепті 3 түрлі тарифі бар. Ол сіздің, яғни білім деңгейіңізге байланысты. Өзім үйренем дейтін, яғни қарапайым тарифі бар. Оның бағасы 4000 теңге. Оны сіз толық видео сабаққа доступ ала аласыз және бірден доступ ашылады. Сіз қалаған сабағыңызды ретімен көріп пайдалана аласыз. Екінші тиімді тарифі бар. Тиімді тарифі, яғни топта боласыз, кері байланыспен. Кез келген түсінбеген сұрақтарыңызға жауап аласыздар. Бұл жерде міндетті түрде күнделікті тапсырма, күнделікті тексеріліп отырады. Нәрсе тек қана тапсырманы уақытында орындап отыру. Әрбір жұмысыңыздың дұрыс не дұрыс емес екендігі толығымен тексеріледі және де осы курс барысында тігіп жатқан киімдеріңізді, яғни модельдеу жұмыстарына курстан бөлекте түсінбей жатқан жерлеріңіз болса сұрай аласыз. Ал үшінші тарифі бар, ең мықты тариф, яғни бұл тәжірибелі тарифі. Бұл жерде толығымен менімен жеке сабақ өтетін боласыз. Тек қана 5 адам қабылданады бұл жерде және де толығымен 100% нәтиже болады. Себебі күнделікті сіздің жұмыстарыңызды қадағалап отырамыз. Сіздің әрбір түсінбеген жұмысыңызды шаг-шагымен үйретіп отыратын болады. Плюс бұл жерде 8 WhatsApp-та сабақ өтілетін болады. Ол жерде бұдан да бөлек қосымша плюс сабақтар беріледі сіздерге. Және де бұл жерде бір сабақта сіздердің сабақтарыңыз толығымен тексеріліп, сіздің қандай деңгейге көтерілгендігіңіз туралы айтылатын болса, екінші сабақта жаңа сабақ жіберіліп отырады. Міне осымен 3 тарифіміздің деңгейін айтып кеттім, қандай екендігін. Өзіңіздің деңгейіңізге қарай қайсысы лайықты, соны таңдап қатыссаңыз болады. Курс өте ауқымды, бір айда толығымен сіздерге сабақ жіберіліп отырады. Бір сабақтың өзінде 2 видео сабақтан сіздерге жіберіліп отырады. Яғни бір шалбарды өтіп жататын болсақ, шалбардың 2 түрлі шалбарды модельдеу сабағы бірден жіберіліп отырады. Өйткені бұл жерде өте ауқымды сабақ, сондықтан. Және де доступ 5 ай болады. 5 айдың ішінде сіздер бүкіл видео сабақты қайтадан қайталап көре аласыздар және соңғы 2 тарифті алған ханымдар түсінбеген жерлеріңізді толығымен сұрай аласыздар. Ең күштісі сіздер 5 ай доступ аласыздар. 5 ай доступтың ішінде міндетті түрде кері байланыс болады.
сіз түсінбеген жеріңізді, үйренгіңіз келетін жерді, және де тігіп жатқан бұйымыңызды тіпті заказға тігіп жатсаңыз да менен кері байланыс ала аласыз. Яғни түсінбей жатқан жеріңізді толығымен сұрай аласыз. Міндетті түрде кері байланыс болады. Киімді модельдеу курсы неге 1/4 масштабта жасалынады? Себебі сіз әрбір бұйымды үлкен форматта жасайтын болсаңыз, яғни міне мынандай форматта жасайтын болсаңыз, онда сізге өте үлкен парақ керек болады және шығын өте көп қажет болады. Ал 1/4 парақта жасайтын болсаңыз, өте түсінікті. Сіздерге мен сабақты түсіндірген кезде де өте түсінікті болады. Ал сіз оны 1/4 масштабта жасап алсаңыз, барлығын бір файлға сақтап, жинақтап қоя аласыз. Мысалыға, сізге клиент тапсырыс берді делік. Әрбір клиент осылай тапсырыс берген кезде өз қалауы бойынша айтады. Мысалыға, менің жіберген бір сабағымдағы алдындағы валандарды сұраса, екінші басқа жеңді сұрайды, үшінші көйлектің бір етегін сұрайды сізден. Дәл осындай қылып сіз өзіңіздің клиентіңіздің заказын сызып аласыз. Сызып алғаннан кейін клиентіңіздің берген жеңінің моделін немесе етегінің моделін сол бойынша бірден матаға сызып модельдеп бастайтын боласыз. Бұл сіз үшін үлкен тәжірибе. Сол себепті барлық сабақ толығымен қамтылсын, барлық сабақтар түсінікті болсын деген мақсатта, және де сізге үнемі пайдасы тиіп, сіз үнемі осылай қолыңызда алып жүру үшін барлығы 1/4 масштабта жасалынған.